Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін екі түрлі начинкамен жылдам әрі тез болатын, өте дәмді, тойымды блинчики жасайтын боламыз. Блинчикидің рецептісін описанияда қалдырып кетемін. Ал енді қазір блинчикиміз жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге жұмыртқа, тұз, сода, шекер және сұйық май керек болады. Осының барлығын салып, араластырып аламыз да, ұнымызды жаймендеп салып отырып, сүтімізді құйып, бір келкі қаймақ сияқты масса болғанша араластырып отырамыз. Араластырып отырып, ұнымызды салып, сұйық масса дайындап аламыз. Міне массамыз осындай бір келкі сұйық болады. Енді осы массамызды кішкене тындырып қойып, табамызға пісіруге кірісеміз. Табамызды қыздырып алып, табаның ішін кішкене майлап жіберіп, құймағымызды пісіруге кірісеміз. Осылай құйып алып, табаға бетін теріс қаратып, екі жағын бірдей етіп пісіріп аламыз. Мінекей блинчиктеріміз тесік болып, әдемі ажурный болып, әдемі болып піседі. Осындай жұқа блинчиктарымызды пісіріп болғаннан кейін салмасын жасауға кірісеміз. Мен екі түрлі салма дайындадым. Бірі колбасамен, екіншісі пісірген етпен жасадым. Колбасамызды үккіштен өткізіп аламыз әдемілеп, және кесеге 2 қасық майонез салып, үстіне туралған әскөктерді салып, осындай кішкене соус жасадым. Осы соусымызды блинчиктердің арасына жағып отырып, үстіне колбасамызды салып, салма дайындаймыз. Міне енді үстіне қатпар келесі блинчигімізді салып, тағы да солай майонезімізді жағып, үстіне колбасаны салып, 4 қатарлы осындай блинчиктен торт жасадым. Осындай қылып жасап, әдемілеп, кішкене салқындатып аламыз. Мұздатқышқа қойып салқындатып алсаңыз, дәмі сіңімді әдемі болып тұрады. Енді екінші салмамыз, ол бізде тартылған ет, піскен тартылған ет тартып, осылай блинчигімізді теріс қаратып, ішіне етімізді салып, әдемілеп орап, осылай кішкене рулет ретінде осындай болады. Енді үстіне ерітілген сары майды құйып, үстіне құйып, осы видеом ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеолармен сіздерді қуантатын боламын. Сіздермен болған Балқаймақ арнасы. Ас болсын.